Сәлем, бұл жолы сіздерге аспаз тышқан туралы баяндалатын Рататуй анимешні туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыз. Бейнені соңына дейін көріңіз. Өзіңіздің сүйіп жейтін тамағыңыз стол үстінде дәл сіздің көз алдыңызда тұр деп ойлаңыз. Ал ол тамақты су түбіршегі арасымен жүретін, жан микробтарды кешетін көр тышқан істейді деп ойласаңыз құсқыңыз келеді. Артынша тамаққа тәуетіңіз тартпайды. Бірақ ол көр тышқан түрі келіп, екі аяғымен жүріп, тазалыққа аса мән береді десе, тағы да кедей болса да сабыр сақтаймыз. Олай болса, бұл анимешнде тамақты жақсы пісіретін көр тышқан туралы баяндалады. Жақсы ғана пісірмейді, және де тамақты пісіргенді өте қатты жақсы көреді. Рататуй анимешні Disney компаниясы бірталай қаржы жұмсағанның арқасында Pixar студиясымен бірігіп ашық экранға шығарған. Disney мен Pixar'дың басқа да мультфильмдерінен ерекшеленетін жері тамақтарды өте күшті бейнеленгеннен дәмді әрі шынайы тәріздес көрсете білген. Анимешн шыққаннан кейін Рататуй атаулы шарап шыққан. Өзінің жақсы көретін аспазының ресторанның үстінен қарап отырып, оқыс суға құлағаннан асқананың бір бөлшегі бола білген. Реми тазалықты өте қатты ұстанады. Және де бауыры, сен неге екі аяқпен жүресің дегенде, тамақ ішетін қолдарымызбен жер басып жүреміз, және оны қайта-қайта жуған қиын деп жауап береді. Осы бірден бір дәлелі. Және де басқа көр тышқандарды тазалыққа шақырады. Анимешннің бас кейіпкері Реми, аспаз қыз Колет, Альфредо, Лингвиндер шығады. Анимешн ұйымы бас кейіпкер көр тышқан екенін білгенде өте көп ойландырған деседі. Неге десеңіз, адам емес көр тышқанның қимыл қозғалысы, мінез құлқы, түр әлпетін зерттеу керек еді. Және де сол себепті анимешн өндірушілері жануарлардың шашының қозғалысын жасау өте қиынға соққан деседі. Әнбе, Реми киноның көп бөлігінде төбе көрсететін болғандықтан. Кино өндіруші ұжым бір жыл студияда көр тышқанды бағып зерттеген. Және осы іскенде саңырау құлақты тоққа соқтырғанда қалай көрінетінін білу үшін шын өмірде жасап көріпті. Онымен тоқтап қалмай, аспаз киімменен суға түсіп, үсті басы су болса қалай көрінетінін зерттеу барысында бір жұмысшыны аспаз киімменен бассейнге түсірген екен. Бас кейіпкердегі жігіттің есімі Альфредо Лингвин деп аталады. Альфредо есімі бір пастаның түрі болса, Лингвин есімі де бір пастаның түрі еді. Бұл іскенде Лингвини барлық шындықты айтпақ болғанда, Реми оны Колетпен сүйістіріп тастайды. Бұл ойды Реми шатыр үстінде көрген еді. Колеттің қолын білегін жақсылап байқасаңыз, өте көп жарақаты бар. Ол неге десеңіз, шын өмірде де аспаздар үнемі қолын жарақаттап алады. Лингвиннің де қолы өте көп жарақат, бірақ ол тамақ істеу барысында емес, Ремиге тістелгеннен еді. Скиннердің түр әлпетін осы Америк актерінен ой алса, Антоно Егоның түрін Люс Вестен ой алыпты. Его фильмнің соңында Ремидің жасаған тамағынан дәм татқаннан бала кезін есіне түсіреді. Ол үйді киноның басындағы әженің үйімен салыстырса дәлме-дәл келеді. Олай болса, ол әже Егоның шешесі болуы мүмкіндігі өте көп. Бірақ кино өндірушілер бұл туралы нақты жауап бермеген. Жай ғана тұжырым. Pixar'дың ұлттық іскендері басқа анимешніне қосу іскендері бойынша пицца көлігін 2 шоттан көреміз. Ал A113 нөмірін алып денелі көр тышқанның құлағынан, және де A113 нөмірін Лингвиннің үйіндегі теледидардан, басқа да шоттарда басқа анимешндердегі көмекші кейіпкерлерді көре аламыз.
Ratatouille анимейшнің және де Incredible анимейшнің екеуінде Брэд Бёрд режиссерлік еткенінен ба Ratatouille мультфильмінде Incredible'ге байланысты шоттар өте көп шығады. Pixar студиясы мультфильм арқылы әсем қалаларды көрсететінін бәріміз жақсы білеміз. Бұл жолы Ratatouille арқылы Париж қаласының әсемдігін көрсете білді. Бұл үшін кино өндірушілер Парижге саяхатта француз тамақтарын өте көп зерттеген екен. Кішкене ерсілеу дегені болмаса, Реми мен әкесі екеуі келетін дүкен шын өмірде Париж қаласында бар. 1872 жылы орнатылған бұл дүкен құрт құмырсқаның уымен тышқанның қақпанын сатады. Франция тамағы демекші, кино өндірушілер Франция тамағын қалай жасалуы атты семинарға отырып, сол жерден үйреніп, артынша студияға келіп 200-дей мәрте жасағаннан суретке бейнелеп 3D форматына келтірген деседі. Ratatouille есімі Францияның ежелден бері келе жатқан ұлттық тағамы еді. Киноның соңғы бөлігінде Ratatouille тамағын Реми дайындап береді. Бұл тамақты Ratatouille деп атайды. Бірақ бұл осындай тамақты емес. Мұнда дәл тоқтап қалған мөлшер, бейне жоқ еді. Ratatouille үйдегі көкөністерменен жасалуға болатын қара дүрсін тамақ болғандықтан, Колет Ремидің шешімінен аздап қарсы келеді. Бейнені соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі бейнеде жолыққанша.